бақылаймыз, қараймыз, қарап отырамыз. Alhamdulillah, біздің Қазақстанға Аллах Субханала Тағала өте үлкен өз рахметін жаудырды. Жастардың 99% Alhamdulillah намазда. Мейлі де жұма бой болса да мейлі. Ол жүрегінде бір иманы болғаннан кейін жұмаға келіп жатыр да, болмаса мынау ифластарға ұқсап жұма не екен білмей жүргендер де бар ғой. Жұма не екен білмейді бейшара. Христиандардың есінен шықпайды, еврейлердің есінен шықпайды. Ал біз момын мұсылманның баласы деген қанша адамдар беймалал жұмаға бармайсың ба десе, бүгін жұма ма дейтіндер бар. Бүгін жұма ма дейтін адамдар бар. Жұманы біліп тұрып та жұмаға шықпайтындар бар. Мешіт алдында болып тұрып азан айқайлап шыңғырып жататындар бар. Бірақ оған бір ләббәй дейтін адам жоқ. Ондайлар да өте көп. Сол үшін Мұхаммед Ғазали рахмахамулла айтады: "Ей менің мұсылман бауырларым, ей менің туысқандарым, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ве селлемнің үмметтері, сендерге не болды? Мынау христиандар таң атқаннан шіркеуге барады да күн батқанға шейін ибадат қылады. Қазір мысалы 8:30-да таң атады, яғни күн шығады. Күн шыққаннан бастады да кешке міне 6:30-да күн батады. Неше сағат ол сол жерде ибадат қылады. Еврейлер ise күн шықпастан кетеді, о түннің ортасында қайтады. Ей менің мұсылман бауырларым, ей туысқандарым, ей сендер 1 сағаттық жұмаға барсаңдаршы, не болды сендерге? Соншалық дүниенің құлы болып кеттіңдер дейді. Alhamdulillah, міне жұмада мешіттерге адамдар сыймайды. Alhamdulillah, бұл өте үлкен, сіз бен бізге берген Аллах Субханала Тағаланың үлкен бақыты. Осы бір айдың ішінде білесіздер, интернет ішінде неше түрлі жиіркенішті жағдайлар болды. Қыздарымыз баласын туып, туалетке тастаған, мусорға тастаған, ақыры машинада туған баланы машинаның терезесінен лақтырып жіберген. Интернет дегенде бүтін дүние көреді. Итің жаман десе намыстанатын қазақпыз. Итің жаман десе намыстанатын қазақпыз, бірақ бұған мән бермей қалдық. Өсерде отырған баршамыз осы нәрсеге жауапкерміз. Кешегі бабаларымыз Қаратаудан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді, қарындастан айрылған жаман екен, қара көзден мөлт-мөлт жас келеді деген бабаларымыз өз қыздарына өте қатты қараған. Қыздарын анасындай сыйлаған. Өкінішке орай болсын, неге осы нәрселер болып жатыр? Неге көбейіп кетіп жатыр бұл нәрселер? Себебі соған сіз бенен біз айыптымыз. Айыпты олардан іздемейік, айып сіз бен бізде. Қараңыз, мешітке бір өзіміз келеміз, бір өзіміз кетеміз. Егер ең кемінде көршіміз бар, туған туысқанымыз бар, құда жекжатымыз бар, соларды жайлап алып келе беретін болсақ, біз о нәрсеге қармаған болар едік. Яғни бұның ең бірінші себебі, ең үлкен бірінші себебі бұл дінсіздік. Кешегі советтің уақытында да бұндай жағдайлар болған емес. Мына ағаларымыз отыр, кешегі совет мемлекетінің көрген. Ақиқаттан діндарларды өлтірген, қырған, кітаптарды жаққан, бірақ халық бұндай бұзғыншылыққа түскен емес еді. Неге қазір ажырасу көп? Ажырасудың өзі көп. Не болып бара жатыр адамдар? Адамдарға не болды?
өзінің баласын апарып қоқысқа тастаған. Мына Европа сонда бір дамып кеткен, білесіздер. Европаның дамып кетуінің бірден бір себебі, ғалымдар айтады, бұлар осындай жетімдерге өте қатты қарайды. Тіптен біздің былтыр көрдіңіздер, былтыр 2 жылдан бері әперді, біздің Қазақстандағы мүгедек балдарды алып, олар адам қылады да, сол жаққа апарып, үй еліне апарып, адам қылады да. Сол жерге апарып докторына қаратады, киіміне қаратады, жүргізеді, тұрғызады. Бізде егер аз ғана бір мүгедектігі білініп қалса, оны балдар колониясына апарып тастайды. Дінсіздіктен сізбенен бізді алып шығатын нәрсе, ағайындар, жалғыз ғана діннен басқа алып шығамайды, ешбір нәрсе. Лев Толстой айтқандай, мен адамдардың аштығынан қорқпайым, тоқтығынан қорқам дейді. Бұны тоқтығынан істеп жатыр, арсыздығынан істеп жатыр. Allah Subhanahu wa ta'ala көп дұға қылайық. Бұндай арсыздық, бұндай ұятсыздық Алла бізден көтерсін. Біз ешқайсымыз білмейміз, біздің басымызда не бар, тағдырымызда не бар екен білмейміз. Мүмкін біздің қыздарымыз сондай болып қалмайды ма? Ойланайық. Мүмкін баламыз сөйтіп зina қылып қоймайды ма? Ойланайық. Бұның алдын алу үшін сізбенен біз дінімізді жақсылап түсінуіміз керек. Көзімізді ашуымыз керек. Баяғыда мен бір техникумның директоры болған бір әйелдің үйіне бардым, шақыртты, бардым, отырдымыз. Жанында бір баласы бар екен, 2 қызы бар, және бір жігітпен үшеуміз отырдық. Сонда жаңағы әйелдің үйінде уағыз айтып отырмыз. Уағыз айтып отырып, яғни ата-ана болудан алдын дайындалу керек. Яғни мысалы бірінші әке өзіне жар таңдауда өте сақ болу керек. Әрдайым дұғада болу керек. Аллахым, маған сонда бір жар берген, ерте маған бір ақыл есі бүтін, зейіні бар, ар-намысты балдарды дүниеге келтіретін маған жар берді. Сұрап, үйленетін уақытта әкесін көріп, шешесін көріп, оның дініне қарап, негізі үйлену керек. Қазақта бекер айтпайды, қатын алма, қайын ал, жақсы көрген жекжаттың атын алма, тайын ал деп. Әшейін үйлене бер деп атқан жоқ. Шариатта да әшейін үйлене бер демейді. Бәлкім қарау керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қызды 4 нәрсеге қарап алады деді. Соның біріншісі байлығы, тегі, сұлулығы, тақуалығы. Мен сендерге өсиет қылам, тақуалығын деді. Қарай, енді бұл тақуа қыз әрі сұлу да болуы мүмкін, әрі бай да болуы мүмкін, әрі текті да болуы мүмкін. Енді осы алғаннан кейін ол туылатын балаға мән беру керек. Яғни ғұсылмен қосылу керек. Ғұсылмен қосылу керек, тахаратпен қосылу керек. Сол балдар дұрыс шығу үшін тахарат керек бірінші. Қарың, біз мұна Европаның хайуандарына ұқсаған мәміле істемейміз. Яғни ол сенің әйелің. Ол сенің ертең келешектегі перзенттеріңнің анасы. Омен тіптен жыныстық қатынаста да, яғни бұл жыныстық қатынастың өзі ибадат деп тұрып, бұған тазаланып, қосылатын болса, және де дұғалар қылатын болса, иншалла о туылған бала бөлек болады. Ол бала бөлек болады. Қарың,
Siz ben biz berimiz bilemiz. İmam Azam Abu Hanife rahimahullah'ın dünyaya kelüvi. Kanday Allah'tan korkan adam, cennede kanday Allah'tan korkan eylden İmam Azam dünyaya keldi. Bu kişiге Harun Raşid'in davrında İmam Azam deb atak bergen. Mana hazır bizdeki jartybaslar özlerinçe mensinbey jur goy. Dinden kayda alız. Ol vaqtda İslam halifalığı bolup turgan vaqtda Harun Raşid'in vaqtında o kişiге 6 yaşında İmam Azam degen atak berilingen. O kişinin öte bir zihinde ekendigine, öte bir bilimde ekendigine uluk imam deb atak koygan. Onu siz men koygan emasmın. Nemesi onu İran, nemesi Afganistan koygan emas onu. Onu bütün İslam halifalığı koygan oladı. Sonda suyuncu salam şişesine kelgende, ey Ümmül Hayr suyuncu bir senin balan İmam Azam degen atakka iyi boldu degende, atteğin akesi ana alman istemegende 5 yaşında bolar et dedi. Ana da özünün taza ekendigen, balanın kanday boların ana bilgende. Hakikaten bizden Konanbay atamızda şişesi, derisi zemizbegenden ol kanday boldu. Bütün semeyge medreseni taratkan Konanbay bolgan. Konanbaydan kanday pek bala tuğuldu, bol abay tuğuldu. Bizden nege kitap okuydun bala tuğulmaydı? Men galım dep atkan joqum, okuydun bala tuğulmay atır goy. Kitap tügürse kitap kalat. Sol üçün siz ben biz bugün Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in biraz hadislerine ben bereyik ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu Tabarani Ma'cam-ül Kebir kitabda rivayet kılgan Atuhibbu an talina qalbuka ve tudrika hacetaka irhamil yetima vamsah ra'sahu ve at'imkum min ta'amika yelin qalbuka ve tudrik hacetek. Osunday mana balan taslap ketu, ajrasu neden gelip çıgat? Yürektin lastığından gelip çıgat. Yürektin lastığından çıgat. Bekirden bekir ajrasu. Bekirdim hazır bizde ne bir erkekler payda bolgan sırazı 3 talak koya beredi. Yerten inşallah Allah'tan adına barganda o sana cevap verirsin. Bu ona emas. Sen bireudun kızını aldın ba? Ol amanat sagan. Seni közün baylap koygan jok. Seni dualap koygan jok. Sen o sana cevap verirsin. Jakın kunde cevap verirsin bırak. Osu nersenin negisi yürektin ölüğünden bolat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Adam zaten denesinde bir bele et var dedi. Eğer sol et düzeledi adam zaten barlığı jeri düzeledi. Bilip koyunlar o yürek dep koydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, siz yüreğinizin yumsak, meyrimde boluğun, және de kajetinizin ötölüğün kalaysız mı deydi. Onda bolsa, en birinci çetimge mehribanlılık kılın. Biz kalay jetimge mehribançılık kılamız, özümüz jetimleri köşege laqtarıp atkan bolsak. Oylanay. Biz özümüz jetimleri köşege süzdürüp tastaydigan bolsak, biz qaytып jetimlerge mehribançılık kılamiz. Kalay bizden yüreklerimiz jibiydi. Kalay bizden dualarımız kabul boladı. Eğer bir jetim senin aklında turup çılaytın bolsa, namazın namaz bolmay kaladı. Sebebi bir jetim çılaytın bolsa, arş titreydi dedi. Qarang. Al senin yüreğin yumsak boludu kalaytın bolsan, sen en birinci jetimge mehribançılık kıl. Onun basına sipalagın, және de oğan özünün avqatından bergen, sonda yüreğin yumsaydı, bütün kajetin ötüledi.